қазіргі кезде хит болып кеткен жүрген видео Теңірденнің адамын жерлеу туралы айтып жатыр ғой, сіз сол туралы не дейсіз? Негізі осы ана туралы не дейсіз, мына туралы не дейсіз деген сол пікір ұнамайды екен маған, бірақ айтайын дегенім, жер молданың жеке меншігі емес. Жер Алланікі, одан қалса өкіметтікі. Өкімет зират қойды ма, болды, жерлене береді. Ананы жерлетпеймін, мынаны жерлемеймін, айдалаға жерлеймін деп ешкім шешпейді. Алла шешеді, кімге қандай жер бұйыратын. Анаған жерлемейміз біз деп. Жердің неме соншама иесі сенсің ба? Жердің иесі Алла. Табаракаллази биядихил мулку ва хуа аля кулли шайин қадир. Алла тағала бүкіл мүліктің иесі. Сондықтан да жерлейді, не бір пасық, не бір оңбаған, не бір жексұрындарды да жерлеп атсыңдар ғой. Оның қасында оның жүрегін білмейсің. Мұса пайғамбардың тұсында бір адам өліп қапты. Соны елдің бәріне Алла тағала бұйырыпты Мұса пайғамбар көм ананы деп. Соны Мұса келіп елдің көшесіне түсіріп айтады, бір жақсы адам өлді ме десе, бір оңбаған адам өлді деп. Соны қалай Алла жақсы деп тұр, бүкіл халық жаман деп тұр, біреу жаназасына қатыспай қойыпты. Мұса жалғыз өзі жуып, тазалап, жерлеп, сон Құдайдан сұрайтын көрінеді. Я Алла, сен мұны жақсы деп атсың. Халық жаман деп атыр, бір адам жақсы деп атқан жоқ. Бұл қандай бұл? Не нәрсе бұл? Десе Алла айтқан екен, міне осы жерде ең қызық осы жері. Дұрыс, ол жаман болған, ол тәңірші ма, кім болған білмеймін жаңағы. Оңбаған бір уақыт бола берсін жер бетінде. Сондай адам болған. Бірақ өлетін кезде төсекте жатып, я Алла, мені кешірші. Мен бір оңбаған адам болған екем деп маған тәубе етті. Мен оның тәубесін қабыл қылдым, кешірдім, яғни. Халық оны білмейді деген екен. Сол сияқты ол уағыз айтқан адамның ақыры қандай болып, уағызды тыңдамағанның ақыры қандай болатын Құдай біледі. Оны Алла біледі ақырын. Ақсақтың ақырын күтпейді, Алла шешеді оны. Мәлики яумиддин деп оқып жатқан адам, значит, аятына өзі сенбейтін адам ғой. Қиямет күнінің иесі Алла деген Фатиха сүресін күнде 40 рет оқимыз. Фатиха сүресін күнде 40 рет оқисың 5 уақыт намазда. Қайда? Мәлики яумиддин не болды сонда? Қиямет күнінің иесі Алла өзі шешеді. Сондықтан Алланың шешкеніне қойыңыздар. Адам өзі шешпейді. Заңмен де қайшы ол. Діни алауыздық туғызу. Анаған тіл тигізіп, мынаған тіл тигізіп қойыңыздар деп қанша рет айттым осыны.